Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Сағыныш. Бүгін бір ғана жұмыртқадан жасалатын, өте жұмсақ 10 минутта пісетін красный бархат кексінің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, достарыңызбен поделиться етуді ұмытпаңыздар. Кекстің толық рецебті видеоның астында описаниеде жазылған. Алдымен ыдысымызға 1 кесе қант және 1 жұмыртқаны салып, миксерлеп аламыз. Массамыз осылай көтеріліп ағару керек. Енді үстіне 1 кесе айран құямыз. Айран жоқ болса, 1 кесе сүтке лимон шырын тамызып үйітіп аламыз. Және 1 кесе сұйық май құямыз. Тағы да миксерлейміз. Ұнға какао саламыз және жарты шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға кішкентай қасықтың ұшымен құрғақ қызыл бояғышымызды қосамыз. Ондай болмаса, кәдімгі гелевый бояғышты да қоссаңыз болады. Жақсылап тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызды салып тағы да миксерлейміз. Бізде міне осындай қоймалжың масса шығу керек. Барлығын араластырып, үйіңіздегі кез келген силиконды формаға бірдей етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180-190 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Не біздің өте жұмсақ қызыл бархат кекстеріміз дайын болды. Үстін қалауыңызша креммен немесе осындай қант ұнтағымен әсемдесеңіз болады. Бұл рецептпен менде 11 штук кекс шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген шайыңызға өте тез дайындалатын кекстің бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Рецепті достарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар.